Морозилке қатырып қойған жемістерді компот жасайын деп алып шықтым. Бұл жерде әр түрлі жемістер бар. Мынау алма. Желінбей қалған жемістерді осылайынан алып қатыра беремін. Кейде балалар болады ғой. Мысалы алманың жартысын жейді, жартысы қалып қалады ғой. Солардың тістелген жерін пышақпен кесіп алып тастаймын да, қалған жерлерін осылай кесіп морозилке салып қатыра беремін. Керек кезінде осылай алып компот жасап беремін өздеріне. Өте дәмді болып шығады. Негізі бұдан да бөлек жазда және күз кездерінде әртүрлі жеміс жидектерден алып, жуып кептіріп, морозилке салып қатырып қоямын. Және қыс бойы содан компот жасап шығамыз. Ал бұлар фрутсы жасағаннан қалған апельсин мен мандариндер. Бұдан да араластырып салып жіберіп отырамын. Арасында дәмін жақсы келтіреді. Барлығын осылай ыдысқа салып аламын да, салқын сумен бір шайып жіберіп, баяу отқа қойып қоямын. Қантын қосамын, және енді қайнайын деп келе жатқан кезде астын өшіріп, суытып қоямын. Міне компот дайын болды. Қарақат қосылғаннан кейін түрі осындай болып қызарып тұр. Дәмі де, түрі де ішіне қосқан жеміс жидектерге байланысты өзгеріп тұрады.